Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен біліп жүр арнасында араның шағуы несімен қауіпті деген сұраққа жауап беретін боламыз. Каналға тіркеліп, өз пікіріңізді жаза кетіңіз. Сіздің қолдауыңыз мен үшін өте маңызды. Күн жылынғанда саябақта, орманда және гүлдердің айналасында аралар көбейеді. Араның шағуы өлімге сирек әкелгенімен оны елемей қоюға болмайды. Қандай жағдайда араның шағуы қауіпті болуы мүмкін және ара шаққанда не істеу керек? Араның шағуы несімен қауіпті? Аралардың табиғатқа пайдасы мол болғанымен олардың шағуы адамға қауіпті. Адамға ара емес, оның безгегіндегі у қауіп төндіреді. Ара шағуының негізгі белгілеріне шаққан жердің күйіп ауыруы, қышу, ісіп кету, бас ауыру және бас айналу жатады. Кей адамдар денесінде әлсіздік сезеді, жүрек соғысы жиілейді және лимфатикалық түйіндер үлкейіп кетеді. Көп жағдайда адамдар ара шағуын жеңіл өткереді. Алайда егер адамның иммунитеті әлсіз болса, аллергияға бейім болса және созылмалы ауруы бар болса, ол кей асқынуларға шалдығуы мүмкін. Ара шағып алса не істеу керек? Асқынулар болмас үшін әрбір адам ара шаққанда алғашқы көмекті қалай жасау керектігін білу керек. Мына реттілікті сақтап алыңыз. Ара шаққан жерді тексеріңіз. Егер араның безгегі шаққан жерде қалып қойса, оны антисептикпен немесе спиртпен өңделген пинцетпен алып тастаңыз. Бастысы, безгекті қолмен қыспаңыз. Әйтпесе у қалдықтары тінге терең еніп кетеді. Жараны антисептикалық құралдармен залалсыздандырыңыз. Жара шаққан жерге салқын бірдеңе басыңыз. Су көбірек ішіңіз. Ара шаққан жерге антигистаминдік жақпа май немесе крем жағыңыз. Егер ара көзді, ауыз қуысын шағып алса, жылдам жедел медициналық көмек шақырту керек. Араның бет тұсын шаққаны қауіпті. Бұл жағдайда аллергияға бейім емес адамның өзінде қатты ісік пайда болуы мүмкін. Егер ара тілді шағып алса, ол қатты ісіп, тыныс алуды бітеп тастауы мүмкін. Мына жағдайларда жедел жәрдем шақыру керек. Ара шаққаннан кейін денеге бөртпе немесе басқа да аллергиялық реакция шығып кетті. Ара шаққан адамның температурасы көтеріліп кетті. Адамды бірден бірнеше ара шағып алды. Сол уақыттарда бірден жедел жәрдем шақыру керек. Келесі пайдалы ақпараттарды жіберіп алмас үшін арнама тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыз.